Ханымдар мен мырзалар, бізде мынандай бір үлкен жаңалық болып тұр. Бұл да бір прорыв деп ойлаймыз. Құдай қаласа мынау қоспамыз арнайы өзіміз ойлап тауып шығарған. Мынау нелерді, пластикалық өнімдерді, резина өнімдерін өте жақсы тазалайды. Әрбір жүргізушіде болу керек нәрсе болып тұр. Қазір мен сіздерге тест бір көрсетейін. Қолымыздан келген. Мынау су тракторымен обычно мойкаға барған кезде көлік жууға осы су тракторымен біз сүріп шығамыз ғой, толық машинаны, машинаны толық сүртеміз, жуамыз, жақсылап осылай сүртіп тазалап жуамыз. Қазір міне жуамыз ғой, міне мен осындай бір шетіне ғана көрсетуге тырысып көрейін да. Осыдан кейін міне ары қарай өзі көлікті айдап жүріп кете беретін жайымыз бар. Міне қандай қап-қара. Жаңа ғана сумен жуып шықтық, бірақ бәрібір қара несін алып жатыр. Қазір осыдан кейін ақ тряпкамен тағы бір сүртіп көреміз. Көресіздер. Одан соң мынау сыртына қарамай-ақ қойыңыздар, құрметті көрермендер. Біз анау шиша жуатын, терезе жуатын мистер Московтың ыдысын ала салдық, дозаторына бала. Себебі болашақта Құдай қаласа бүгін ертең біз уже осындай дозатормен шығаратын боламыз. Бұның иіс, жағымсыз иістер жоятын қасиеттері де бар. Көрдіңіздер ме? Шашас салонға бүкіл иісті жойып жібереді. Одан кейін мынадай капоттың астындағы нелерді алсаңыздар, міне көрдіңіздер ме? Қандай? Бұл таза мынау пластикалық өнімдердің өзінің мынау освежает дейді ғой, обновление, освежение деген сияқты өзінің несін шығарады, пластмасс күйіне келтіреді, қайталдан жаңартады. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ме? Ал енді қазір кепкен тәрізін көріңіздер, қандай жаңартады. Күн сәулесінің түсіп тұрғанның өзінде өте қап-қара, сондай керемет мынандай жаңартып отыр. Капотыңыздың астын осындай жап-жаңа етіп тұрса екен, жалтырап әдемі болып шықты. Мынандай жерлерге де міне себуге болады, міне қараңыздар. Мына капоттың астын осындай бір жерлерді жақсылап тазалап жүрсеңіздер, капотты ашқан кезде де приятно. Көрдіңіздер ме? Міне. Бұл енді құрамында ешқандай спирт жоқ, қоспа ғой, өзіміздің шығарып отырған қоспамыз. Қараңыздар, қандай жап-жаңа күйге енді. Пластикалық, және мынандай пластикалық, мына резина ғой, резина өніміне де сеуіп, сүртіп, тазалап, әзір енді бәрін сіздерге көрсете беретін болсам кеш батайын деп тұр ғой. Жалпы обзор. Сосын мына багажникте мынандай бір құрал саймандарыңыз болса, таза тұрсын десеңіздер, осығанда осылай бір сеуіп жібересіздер де. Сеуіп жібересіздер. Бұл да пластикалық өнім ғой. Әдемілеп жақсылап сүртесіздер. Бұны жақсылап сүртсеңіз, жылтырап, сондай не береді, эффект береді. Кез келген панель, полировка сияқты жып-жылтыр болып шығады. Одан кейін кірін алады. Қараңыздар, міне қазір уже қандай қап-қара жақсы күйге кірді. Осындай қасиеттері бар. Ханымдар мен мырзалар, бұның құны енді барлық жағы ары кетсе бір 500-600 теңге тұрады деген ойдамыз. Құрамында ешқандай спирт, ондай өнімдер қоспағанбыз біз. Бірақ өзі арнайы қоспаларды қосып шығарып, осы әрбір автокөлікке керек дүние екенін неғып отырмыз. Тағы бір момент көрсетейін. Балон қарайту дегенге құмар адамдар бар ғой. Мен сіздерге көрсетейін, балон қарайту деген қандай болатынын. Бұны бір-ақ мәрте сүртесіз. Анау адамдар балон қарайтамыз деп сабын бар ғой, сабынмен сүртіп атады. Кір сабынменен.
Бұны енді бір рет үйсіз бір сүртіп аласыз, болды. Қажет болса ондай қалпағымен қосып сүртіп тастасаңыз, одан да жақсы эффект береді да, толық дөңгелек баллонмен бірге. Мынау енді кір сабын басқа нелерге қарағанда өте ұзақ ұстайды, өйткені шаңды отталкивающий қасиеті бар, одан кейін жылтырататын қасиеті бар, сосын тазартатын қасиеті бар. Міне баллон қалай қараю керек, көріңіздер. Міне осындай мынандай жерлер кесігі машина дегенде анау әдемі керемет тап-таза қылып ұстап жүретін адамдар болса, әр машинаға салып алса, үнемі осымен бір-екі шашып қойып тазалап жүре бересіздер. Панеліңіз бар, неңіз бар, бәріне жетеді. Алыңыздар, жақсы.